Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сырный шариктермен өте дәмді салат жасайтын боламыз. Ең алдымен бір ыдысымызды алып, оған бір бума салат жапырақтарын, руккола шөбін саламыз. Және осының үстіне зәйтүн майын құямыз. Келесі қосатынымыз песто соус, яғни ол арнайы дүкендерде сатылатын дайын соус болып табылады. Бұл салат өте жылдам және дастарханға қойғанға өте сәнін келтіретін, пайдасы да бар салат болып табылады. Барлығын араластырамыз. Осылай тарелкемізге салып бөліп шығамыз. Және үстіне сырный шариктерді қойып шығамыз. Сырный шариктердің рецептін мен белгілеп кетемін, содан қарап пісірсеңіздер болады. Және де помидор турап саламыз. Қаласаңыз черри помидорды бүтіндей салсаңыз болады, немесе мен секілді турап салсаңыздар болады бөліп. Осылай арасына бәрін салып шығамыз. Және үстінен кедровые орешки сеуіп шығамыз. Үстінен бальзамический кремді жағып әсемдейміз. Сіздерде осындай өте керемет дәмді дастарханыңыздың сәнін келтіретін күшті салат пайда болады. Жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Менің рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ас болсын сіздерге. Назарларыңыз үшін рахмет.